Айналайын қазақстандықтар, қазақтарым, әрдайым отбасыларында аманшылық болсын. Қайда жүрсеңіздер де ұмытпаңыздар, біздің Қазақстанымыз, біздің отанымыз, біздің жеріміз, біздің еліміз, осының бәрін біз сақтауымыз керек. Біздің туымызда, біздің әнұранымызда, біздің елтаңбамызда соншама әдемі, соншама енді кісіні бүкіл жүрегін дүрілдетеді. Мен сіздерді ең бақытты халық деп санаймын. Бізді, бәрімізді бақытты халықпыз деп. Бірінші рет егеменді ел боламыз деп өзіміздің әнұранымыз, туымыз, міне елтаңбамыз болу үшін сол кезде заң қабылдадық. 4 маусым күні. Сол 4 маусым күні қабылдаған соң, сол әрғарай, мұнан қандай не болды екен, әрғарай бәрі жылжыды. Содан кейін осы бәрін тағайындаған 97 жыл болды. Өзгермейді, осындай болады деп. Бірақ өзгермейді деп бір кезде өзгерді. Әнұранымыз да өзгерді. Анау бірінші суретте ол кісі Шотаман бір 20 шақты сурет салды. Жаз бойы, қыс бойы жасады. 1 жыл. Оған бәрін оны түсіндіріп неткен Иманғали Тасмағамбетов ақылды азамат. Сол кісі Шотаманға айтты, осыны жасаңдар деді. Осыны жасақ, гербті жасаң, сіздің қолыңыздан келеді. Шотаман өз дачысын беріп, Алмалыда өз дачысын беріп, сол жерде Шотаман 1 жылдай міне осылан бәрін салды. Шотаман Ыдырысұлы өте зодчы дейді, өте мықты не болды, архитектор. Өте өсір, және оқымасты. Білімі өте жоғары болды. Сонымен неткенде салғанда, соны анау біздің тарихтан сол несін бәрін алып, оқыған жерлерінен сол мәкеліп, осының бәрін жасады. Мұна біздің шында, біздің мұна таңбамыз, елтаңба дейді. Өте әдемі. Жәте маңызды, бұлай неткенде терең ойға кіргізеді. Әрбір штрихының өзінің тарихы бар. Әрбір салған ненің қанатының өзінің нелері бар. Мынау неге ұзындау, мынау неге қысқалау, мынау неге бұлай, мынау неге бұлай. Сонда сол пегастың бір түрі болды қазақта, тұлпар. Енді шатастырма, мынау деген ол дұрыс емес. Қазақ тұлпарын қанатты болсын дейді, жүйрік болу үшін. Жүйрік дегені қанатты болсын дейді. Сонымен қанатты біз жас күнімізден армандадық қой, қанат берсе қой, Құдай ұшып кетер едік деп, ұшар едік деп. Содан кейін біз қанатты, бір кезде қойларды суреті бар қанатымен, таста. Бәрі енді арман, ұшу. Сонымен әңгімелесіп отырғанда мен
таңғалатынды. Шота мен Иманғали екеуі кәдімгідей прям кеңірдесіп нететін, досын мынаны былай істеу керек, мынаны былай істеу керек, мынаны аға мынаны былай істеу керек, сонда дұрыс болады. Соны ана кісі соны бәрін есіне алып отырды. Бәрін қалдырмай, мынау біріншіден мына шаңырақ пайда болды. Шаңырақтан басталынды. Шаңырақтан басталынып, содан кейін әрі қарай қосылып, осындай міне біздің ел танымамыз шықты. Мен шыны керек ойлайтынды, шіркін әнұранымыз, бүгінгі әнұран, осы өлең неге әнұранымыз болмады деп. Одан кейін сондай қатты өтті сұмдық мен армандадым. Депутаттыққа түскенде, депутат болам деп 2003 жылы Қызылордада концерт қойдық. Енді Тоқтар ағамызды қолдаймыз деп, Алматыдан көп кісілер келді, артистер. Бәрін ұйымдастырып жүрген Ұлытау, Жезқазғанның жігіттері болды. Содан кейін маған келіп айтты, аға, мына өлеңді бәріміз шығып айтайықшы, өте сұмдық өлең, біздің ұрамыз болсын деп. Кейін мен келістім олармен. Шығып Қарақатта болды. Соны бәрін ұйымдастырып жүрген. Одан кейін сол жерде шығып өлеңді айттық. Түнде сағат 12-де бүкіл стадион болып. Бір неше жылдан кейін арманымыз іске асты. Сол ел ұраны болып тағайындалды, депутаттар қарсы алды, жақсы нетті. Жақсы, өте тамаша, біздің ел ұранымыз өте тамаша гимніміз. 56 жылдан бері соны қазақ етсе тоқтай қалады. Енді мен үлкен кісілер жай былай тұрсын енді. Кішкентай балалар естеттік тұрады. Мен соған таң қаламын. Неге десеңіз, өлеңдің өзі сондай әсер жасайды. Ел ұран деп олар да білмейді олар. Бірақ сол өлеңдің әсері балалар бұлай тік тұрады. Мен соған өте таң қалатынды, қазір де таң қаламын. Қасиеті бар осы ел ұранымыздың. Мықты, өте мықты қасиеті бар. Туымыз, ту деген біздің ту әдемі. Өзіміздің орнаментіміз шықты. Біріншіден не болмап еді, бірақ содан кейін бәрі жасалынды. Жасалынған соң сондай әдем болып туымыз шықты. Дала қыраны, күн, ол бәрі жай емес. Күніміз, даламыз міне, анау қанатын жайғандай, міне біздің байтақ дала. Біздің дала. Осы даланы біз билеуіміз керек. Біз тұрып жатырмыз осы жерде. Бізге бірақ мынау қанаты бұлай майыстырылған, келе берділер қонаққа, біз қарсы аламыз, біз қонақтар жақсы көреміз деген жағдай. Біз кімге қарсы шықпаймыз, қарсы шыққанда бұлай тұрады. Мынау бұлай көтерілген. Сонымен оның да үлкен мағынасы бар. Құрметті қазақстандықтар, жерлестерім, мен сіздерді бүгінгі
үлкен мереке тоймен құттықтағым келеді. Неге мен мереке той деймін? Неге десеңіздер, егеменді болу үшін, мемлекет болу үшін, оны мемлекеттің рәзім болу керек. Рәзімдері сонда мынау ту, әнұраны, гербі. Елтаңба дейді. Сол 4 маусым күні 92 жылы Верховный жоғары кеңес сол кездегі осы қабылдады. Бізде егеменді мемлекетпіз, біздің өзіміздің осындай туымыз болады, осындай әнұранымыз болады, осындай ән таңбамыз болады деп. Мен ойлайым, бұл рәзімдері ерекше рәзімдер. Несі? Рәміздер не себептен осындай? Рәмізіміз енді ел таңбасын. Бірінші мен ғарышқа бардым. Ғарышта болды. Ғарыштан бізге мынау енді білмеймін, жоғарыдан соны жасады ма, кім жасаған білмеймін, бірақ мен ұшардың алдында Шотаман Ыдырысұлы осы ел таңбамын маған алып келді. Осы космосқа апарып берші деп. Сол бізді космосқа апарып, сол жақтан міне жерге біздің үлкен мемлекет рәзімі болып кетті. Екінші біздің космонавт Талғат Мұсабаев. Ол біздің көк туымызды, желбіреген көк туымызды ғарышқа апарып, сол жақтан ғарышта болып, сол туымыз жерге оралды. Бұлай қарасақ, сол рәмізіміз бәрі де сол ғарышта болған екен. Сол қазір ғарыштан Талғат әнұранды, ол кезде әнұран болған, менің Қазақстаным деп өлең айтты. Сонымен мен ойлайым, бүкіл біздің рәмізіміз ғарышта барып, ғарышта келіп отыр. Жай жерден шыққан жоқ. Осы бұлай ойласақ, ғарыштан түсті. Биіктен, ең аспаннан түсті. Біздің мемлекетіміз бақытты болады деп ойлаймын. Басқаша болмайды. Басқаша жол жоқ. Біз мемлекетімізді бақытты қылуымыз керек. Бәріміз жиналып, осыған ат салысуымыз керек. Осы мемлекетімізді көтеруіміз керек. Мұндай оқиға бір мемлекетте болған жоқ. Біздің ғана мемлекетімізде осындай жағдай туды. Не әнұраным, не туымыз, не елтаңбамыз бәрі де сол жақтан барып осында келіп отыр.